Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Мінекей біз Корея мемлекетінде, яғни Кореяның автодилер, Кореяда тұрған қарапайым тілмен түсіндірген кезде, ол жақта көліктердің осында зданияның ішінде тұрады, бәрі тап-таза, документтің бәрі таза, пробегтердің бәрі оригинал, одан кейін жуылған, шайылған, яғни полировка етілген таза көліктер. Талшындармен болсын, бай болсын өлшейміз, бәрі тексереміз. Енді сіздерге біз көліктерді қайдан аламыз? Бірінші осындай автодилер, яғни сайттан қараймыз, ұнаған көліктерді барып жүзбе-жүз көріп тексеріп аламыз. Одан кейін екіншіден аукционнан аламыз. Аукционда білесіздер, ол жақта 800-900 машина тұрады, оның ішінде бір Қазақстанға арналған 200 мен 300 арасында жуық машина тұрады. Бірақ оның ішіндегі нағыз бізге алатын 4-5 машинаны қараймыз. Ол жақта аукционда жылы жаңа көліктер жоқ. Ал осы автосалондарда 2020 мен 21 жылға 19 жылға таза көліктер алуға болады. Одан кейін базардан, енді базардағы көліктер Қазақстандағыдай өте арзан бағада шығады, ұрылғандары болады, және шағын күйінде таза емес. Одан кейін көліктердің состояниесін нақты біле алмаймыз, енді оған нақтылап қарап, кімнен алдың, қаяқтан алды деген нәрсені бәрі жақсылап қараймыз. Көліктерді сондай жерден алуға болады. Енді біз Hyundai Santa Fe көлігін көруге келдік. 2021 жылы Қазақстан тапсырыс берді. Бұл Santa Fe көліктің яғни алдыңғы жетек екі дөңгелегі жылжиды. Қазақстанда полный привод деп айтып жатыр ғой. Қазақстанға екі жетекте, яғни передний екі дөңгелегі, алдыңғы екі дөңгелекте жүретіндері бола береді. Мінекей ішке кіріп көрейік. Бізде кешкі сағат 6 мен 7-нің ортасына біз келеміз деп айттық. 7 этажға қазір көтерілеміз. Мінекей іштерімен таза. Мына жақта Audi көліктері. Енді кішігірім автосалон ғой. Ол жақтан тек қана экспорт емес, кәдімгі Кореяның өзінің тұрақты клиенттерді ала береді. Яғни кейбір кісілер болуы мүмкін. Бұл көліктерді Кореяда көп қою деген сияқты. Сосын ойланып айналатын ақшаны кешіктіріп деген сияқты. Сол жағынан кешіп болуы мүмкін. Мінекей. Неге қазір кілтті алдық. Hyundai Santa Fe 2021 8 сатылы 281 аттың күші бар. Бұл 2.5 турбо бензин. Қазақстандағы 281 аттың күші бар деген сөз. Қазақстандағы Hyundai Santa Fe немесе Kia'лардың 3.5 литр бензиндер бар. Оларда 240 аттың күші бар. Амада 281, 2.5 болса да. Бұл Қазақстанда мен ойымша бір 3.7, 3.8 литр сияқты аттың күші бар деген сөз. Ал сіздерге жақсылап тұрып бір обзорды түсіндіре кетейік. Мінекей қадірменді мұсылман бауырлар, сіздерге Hyundai Santa Fe көлігінің оригинал түрін көрсетейін деп тұрмыз. Себебі Корея мемлекетінен тек қана оригинал көліктер ғана шығады. Әрине, енді Қазақстандағы Santa Fe көліктерінің Қазақстанда көптеп сатылды. Көп кісі айтуы мүмкін, сендердің сатып жатқан бағадан қарағанда біз Қазақстанда автосалоннан өте тиімді баға аламыз деп. Сіздердің айтқандарыңыз дұрыс, бірақ Қазақстан мен Кореяның сборкасында айырмашылық өте көп. Себебі осы көліктерді Қазақстанға жіберіп жатқандар болған екен. Ол жақтарда, яғни көліктің кузовы, обшивкасы ғана, яғни салон ғана кетеді. Ал маңыздысы коробкасы, двигатель, ходовый частары, яғни қалып кетуі мүмкін. Енді Қазақстанда ол жерде 3.5 литр бензин, немесе 2.5 литр бензин қояды. MPI мотор. Ол Кореядағы дүние жүзіндегі ең жоғарғы японский мотор, GDI мотор, американский деген сияқты мотордың ішіндегі ең төмен мотор MPI мотор. Соған қазақ балаларымыз мініп алып, мәз болып айдайды. Біраз уақыттан кейін нашар болған соң Кореяның көліктері жесткий, моторы нашар деген сияқты нәрсені айтып жатасыздар. Ал сіздер осы Кореяның оригинал көліктерін мініп көрдіңіздер ме? Мінбесеңіздер, онда осы видеоны аяғынан көріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Азия Трейд компаниясы, біз обзорымызды бастаймыз. 2021-ден бастап Hyundai Santa Fe'нің жалпы түрі барлық жағынан әдемі өзгерді. Мінекей алдыңғы жарық шамдары кәдімгідей көрмеге түскен. Hyundai Palisade-тің бұл кішкентай түрі. Енді Қазақстанда Palisade көлігі үлкен деушілер үшін
Kia Sorento немесе Hyundai Santa Fe көліктер, яғни толық кроссовер ретінде жасалып шықты. Алдыңғы жарық шамдарының дизайны өте жақсы. Кәрістер осындай үйтіп хромға бояған жақсы көреді, әрі осындай пластмастарды, яғни мен қатты ұнатамын. Себебі жақын арада көлік айдап келатып, Албания кететін көліктің мына жерін сәл сырып алған кезде тек қана пластмассаны ауыстыратын екенбіз, қуанып кеттік. Ал егер полный, яғни толық осындай краскаға боялған болатын болса, онда бір крыланы бояу әжептәуір қиын болады. Әлі қайта-қайта бір-екі жерді боялатын, сырып алатын. Енді көлік болғаннан сырып аласың десесің, сол себепті мына пластмастарға болған өте жақсы. Енді бұл престиж комплектациясы, яғни орташа комплектация, бірақ орташа комплектацияның өзінде де ішінде опция деген өте жетеді. Размер қарайтын болсақ, мінекей мына жерде баланың размері 255, 45, 20 размер. Өзі таза оригинал, керемет жарасады. Арт жағынан қарайтын болсаңыздар, мінекей осындай күндізгі жағып жүретін шамдары алдың арттарына кішкене бір-бірлені дизайндар келеді. Енді Кореяның көліктерінің көбісі 5 орындықты болып келеді. Себебі бұл жақта бала шаға деген нәрсе жоқ. Тек қана отбасы, әйелі өзі ғана көліктерді айдайды. Енді арт жағында мінекей корейский стильдегі осындай көліктері бар, өзінің оригинал көліктері. Крил аудио системасы бар екен, бұл өте қуанышты жағдай, яғни дауыс алдынан, артынан, ортасынан да әдемі тынық естіледі, яғни өзіңізді бір концертте отырғандай сезінесіздер. Бұлардың арт жақтарында запаска болмайды, тек қана осындай үрлегіштері, домкраттан арналған заттар, мына зат салғандар. Енді аст жағын қарайтын болсақ, мүмкін запасный баллонға орын бар екен. Бір видеоға түсіріп көрсетіп жіберейін. Ал енді ішіне кіріп көрейік, бұл жақта не бар? Енді қараңыздар, есікті ашқан кезде осындай қоңыр түске боялған түстер көлікке әдемі вид береді. Мына жерде қаптап қойған екен. Салонасында крил аудио системасы, полный электропакет. Мына жақтан қарайтын болсаңыздар, план сидениясы жақсы. Мына жағында параны үлгілеп жасайтын, контур паласы, баға жасатын, антизанос, ручник. Одан кейін 6926 километр жүрген. Мультируль, лепестоктары бар. Мониторы өте үлкен. Ұнайды осындай кең, жалпақ болып жасалғандары. Одан кейін мына жақтан қарайтын болсаңыздар, скоростьқа салатын трансмиссиясы өте бөлек. Hyundai Palisade-тігіне қатты ұқсайды. Яғни соған ұқсатып жасалған, бірақ кішкене размері кішкентайлау. Сосын мына жақтан диодтарын қалдырып қойған. Яғни көлікке сондай жарық шамдар жанып тұрады, бірақ көзге де қатты ауыртпайды, әрі яғни төмен қаратып жасалған. Жоғары жағы алькантара, қара түске боялған. Мінекей енді бұл көлік оталып тұр. Бұның дауысы мүлдем естілмейді. Обещанкасы өте жақсы. Мына жақта режим драйв деген бар. Яғни комфорт, смарт, спорт, эко, үш түрлі режим бар. Мына жақтан қарайтын болсаңыздар, мінекей кондері барлықтары тура алдыңға орнатылған, алыста емес, жақында. Мына фильтрді басқан кезде бірден полный есік терезелер жауып қалды, яғни ауаны тазартып, іштегі алып тұрған ауаны, яғни қайтадан тазартады. Одан кейін мына жақтан автохолд, алдыда тұрса да камераны көруге болады. Мінекей мына күшінен басып батырманы бассаңыз, екі жақта да орны салқындататын және ысытатын режимдері бар. Одан мына жақта 5 проводной зарядкасы бар екен. Ол 5 проводной зарядка мына жерге телефонды салған кезде мына жаққа кіріп тұрады. Бұл өте ыңғайлы. Алғанға да салғанға да, әрі үлкен көлемді телефонда ноттарға да размер келе береді екен. Сосын iPhone X Max-ке де келе береді. Екі стакан салғышы, әрі мынандай кішкентай, яғни зат салғышы, іші узкий не болғанымен, қысқа болғанымен, бірақ тереңірек екен. Осы мына жақтан қарайтын болсақ, мына жақтарға да зат салатын жасаған екен. Бұл жақтарында не бар? Бұл жақта USB зарядкасы, әрі тұтатқышқа арнайы дополнительный заттарды орнатып қойсаңыздар бола береді. Яғни видео регистратор алдында, артында орналасқан. Мына жақтарда умный круиз контроль, жаңбырдың датчиктері барлығы бар. Сосын мына жақтарында терезеге қарағыш, оның бәрі светпен жанады.
өте жақсы. Енді бұл көліктің артына отырып көрейік. Ой шіркін ай, осындай көліктің арт жағына отырған ол да бір жақсы. Себебі биік көлік әрі мынандай орындықтары отырған кезде түсінде келмей қалады. Себебі Кореяның мынандай орындықтарында кішкене басқашалау. Енді Камридте сәл басқаша, мынанікі басқаша. Бұл енді оригинал. Тіпті қараңыздар, бұндай көлікте, яғни ноутбугыңызды алып, кәдімгідей қолдана берсеңіз де болады. Себебі бұл жақта 220 вольт бар екен. Үйдегі кәдімгідей де тоқтағыдай қолдансаңыз да болады. Ноутбук болсын, басқа да заттар болсын, телефон зарядтағыш болсын, бәрінде. Телефондар үшін мынандай USB-лер орнатып қойған, екі жаққа да быстро зарядка. Ноутбук болса, планшет болса, әлдеқайда керемет. Арт жағында стакан салғышы. Орындық тіпті қоңыр түске боялған, или қара ма? Былай қарасаң қоңыр, былай қарасаң қара. Меніңше қоңыр түске боялған. Жақсы. Енді күннен қорғатып осындай шторкасы. Енді бұл көлік негізі бағасы қымбат. Алматыға деген бағасын бәрі видеоның астында описательно жазамыз. Сол жерден көрсеңіздер болады. Көліктің іш жері боялмаған, таза. Енді көлікті сәл кішкене айдап, тест-драйв жасаймын, себебі мынандай ішінде мүмкін емес. Енді ең болмағанда сәл айдап, арт жаққа орнына қойып қойғанда болады. Бұл көліктің ішіндегі рулі, ішіндегі мынау мультимедиасы болсын, барлығы болсын басқаша жасалған. Өзімнің көңілімнен шықты. Енді бұл көлікті біз қолдан келгенше жасадық, видео обзорымызда. Енді уақыт қырып жүр, соған да қарамастан. Енді бұл көліктің маған ұнаған жері ішінде автозавод, одан кейін бағасы өте қолжетімді. Басқа мынау Kia Sorento болсын, басқа көліктерге қарағанда әжептәуір арзан. Олардың барлығын қазір есептеу мүмкін емес, бірақ сіздерге несіне видеоның астына обзорымызды яғни описанияға түсіріп қоямыз. Астында электрониктар да бар екен. Бауырлар, видеоның аяғынан көргендеріңізге рахмет. Енді біз жұмысымызды аяқтадық. Қазір енді бағасына келісеміз. Қазақстанға деген бағасын енді бір 100-200 еуро болса да түсірген оның өзінде ғажап қой. Енді кейбір кісілер түсіріп беретіндер бар, келмейтін адамдар бар. Енді біз көліктің иесіне қазір көрсетеміз. Егер бұл көлік ұнап жатса, ол кісі бірдеңнен келісім берсе, біз задатты, яғни алдын ала төлемақыны тастап кетеміз. Ал енді бұл видео неге түсірдік? Біз келесі көрермендер, келесі алушылар үшін қысқаша біздің видео обзор болсын деп сіздерге көрсеттік. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Азия Трейд компаниясы. Келесі видеода жолыққанша амандықта сау болыңыздар.